Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге таңғы асқа арналған шакшука тағамының қалай дайындалу әдісін көрсететін боламын. Бізге 100 грамм пиязды ұсақтап турап аламыз. Табамызға аздаған майды құйып, онда пиязымызды қуырып аламыз. Ал бізге қызыл және сары түсті перецтен 80 граммнан алып, оны ұсақтап тураймыз. Пиязбен бірге мен сосисканы бірге қосып қуырып алдым. Өздеріңіз қалған сосисканың түрін қолдансаңыздар болады. Біраз уақыт сосискамыз қуырылып болғаннан кейін оны бөлек алып қойып, пияздың үстіне дайын болған перецті салып, барлығын бірге қуырамыз. Табамыздың асты міндетті түрде баяу отта болуы керек, өйткені бізде пиязымыз күйіп, переціміз дұрыс піспей қалады. Біраз уақыт қуырылып болғаннан кейін біраз қасықта зәйтүн майын бетіне құятын боламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш, приправа салсаңыздар болады. Барлығын араластырамыз. Переціміз кішкене жұмсаруы үшін табамыздың бетін кішкене уақыт жауып қалдырамыз. Жарты ас қасықтай томат салып барлығын араластырамыз. Переціміз жұмсарғаннан кейін 2 жұмыртқаны үстіне жарып саламыз. Жұмыртқаны араластырмаймыз. Дәміне қарай тұз себетін боламыз. Және де қуырып алған сосискамызды жанына қойып, кішкене уақыт бетін жауып қоямыз. Өздеріңіздің қалауларыңызға қарай безендірулеріңізге болады. Шакшука тағамында негізі жұмыртқа толық күйде піспейді. Егер де сіздер шикі жұмыртқа жемейтін болсаңыздар, онда толық күйде пісіріп алуларыңызға болады. Осымен шакшука тағамы дайын. Егер сіздерге видео пайдалы болған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.